Дубайдағы 4-ші күн. Біз уже өзіміздің елімізге, үйімізге келдік, бірақ сіздерге бұл видеолардың барлығын озвучка істеп салуға вообще мұрша болмады Дубайда. Себебі тек қана түсіріп жүре бердік. Ұзақ уақыт кетеді озвучка істеуге деп, үйге барған кейін саламын деп сіздерге салмадым. Соған енді ғана салып жатырмын. 4-ші күні біз азанда завтрагымызды жақсылап ішіп алдық та, сосын кейін жаяулатып қалаға шықтық. Таксимен емес, именно жаяу жүріп, қаланы аралап, көріп пляжға келдік. Пляжда адам көп екен. Бұл жақта негізі пляждың түрі көп екен. Біз именно осы колесо обозрениеге қарама-қарсы тұрған пляжға келдік. Бұл жақтың суының тұзын енді айта алмаймын. До того әтші біз тренд түсіріп жатқан кезде аузымызға кіріп кетті су. Содан тұзы кәдімгі шөлдетеді ғой. Ал құмын айтсаңыздар, құмы денеге сіңіп кетеді екен. Кәдімгі біздің құмдар сияқты емес, басқаша кәдімгі денеге сіңіп жатқанын сезесің ғой, қолмен ұстасаң. Кешке дейін пляжда болып, шомылып, сосын кейін күйеуім мені романтический ужинға шақырды. Әдемі көйлектерімізді киіп алып, қымбат Урла деген ресторанға алып келді. Күйеуім гидпен бірге ұйымдастырып, уже броньдап қойған екен орынды. Тура Урла деген ресторан Бурдж Халифаның алдында, сол жерде отырдық. Негізі біздің тойымыз болмаған үйленген кезімізде, сондықтан күйеуім осы жерге 10 жылдыққа алып келіп, менің ақ көйлек кигізіп, фата кигізіп, осылай күшті церемония істедік. Екеуміз үйленген кезде біз қатты қиналып тұратын едік, сондықтан той істемедік, құдалықтың өзін зорға істеп, бірақ сол басындағы 3 жыл қиналған 3 жылымның қазір жемісін көріп жатырмын деп ойлаймын. Қаншама қиыншылық, сынақтардан өтіп, Аллах тағалам осындай жерде отыруды нәсіп еткен екен. Сондықтан қазір сіздер де қиналып жүрген болсаңыздар, қандай да бір сынақтардан өтіп жатқан болсаңыздар, сабыр етіп, бір-біріңізді қолдап, біргелікті сынақтардан өтіңіздер, себебі Аллах тағала сынақтың арқасынан міндетті түрде сый береді.